Қалайсыздар? 24-ші сабаққа келдік. Essential Grammar and News деген кітап бойынша өтіп жатырық. Ол кітапта 100-ден көп сабақ бар. Егер де алдыңғы сабақтарды қарайтын болсаңыздар, біз сондай күрделі ережелерді өттік. Күрделі, яғни керек сондай маңызды ережелер. Алда әлі көптеген қызық ережелер күтіп тұр сіздерді, иншалла. Сондықтан да тіркеліп қойыңыздар. Осы сабақтарды дәптер бастап, оқып, ағылшын тілін үйреніп шығыңыздар, иншалла. Мына 24-ші сабақта regular irregular verbs дегенді өтеміз, яғни дұрыс етістік, бұрыс етістік. Негізі бұрын алдыңғы сабақтарда бұны ашықтап түсіндірдім. Қазір сол бір-екі сабақтар қайталау, шолу болып жатыр. Regular verbs деген дұрыс етістік. Дұрыс етістік деген қалай? Біз айттық, етістіктің 3 түрі бар дедік. Негізі 4 түрі бар дедік. Ол жеңіл дедік, еңмен келетін 3 түрі бар. Со 3 түрін осындағы дұрыс етістігінде қалай болады, бұрыс етістігінде қалай болады, соны қарап көрейік. Regular verbs, дұрыс етістіктер. The past simple and past participle of regular verbs is AD. Дұрыс етістіктерде етістіктің екінші түрі мен үшінші түрі, яғни екінші түрі ол past simple, үшінші түрі ол past participle, соңында AD келеді. Мысалы, clean деген сөзді алсақ, оның екінші түрі cleaned, үшінші түрі де cleaned. Lived алсақ, оның екінші түрі lived, үшіншісі де lived, яғни AD қосылады. Сондықтан да дұрыс етістік дейді. Дұрыс етістік ол жеңіл, себебі соңына AD қоса бересіз. Paint, мысалы, painted, міне AD қосылды. Study, studied, міне соңында AD қосылды. Ол дейтін past simple-дігін қарайық. Past simple, 11-ші сабақта оны өттік, past simple-ді. Мұнда қарап көрейік. Past simple деген, яғни етістіктің екінші түрі. Бір сөздің қарапайым өткен шағын айту. Мысалы, I cleaned my room yesterday. Кеше мен бөлмемді тазарттым. Cleaned өткен шақ, AD қосылып тұр, тазарттым. Charlie studied engineering at university. Чарли инженерингті университетте оқыды дейді. Studied, оқыды. Міне, AD қосылып тұр. Демек, ол past simple. Дұрыс етістік, сондықтан AD қосылып тұр. Енді past participle-ды қарайық. Үшінші түрі. Етістіктің үшінші түрі ол дейтін have, has дегеннен кейін осы past participle келеді. Біз оны 15-ші, 18-ші сабақта өткен екенбіз. Past participle деген етістіктің үшінші түрі. Мысалы, қарап көрейік астында. I have cleaned my room. Мен бөлмемді тазарттым. I have cleaned. Бұл past participle-мен келген осы I have cleaned my room деген нені білдіреді? Өткен шақ, бірақ результат қазір көрінгенді білдіреді. Мысалы, I have cleaned my room деген мен бөлмемді тазарттым, яғни қазір бөлмесі таза болып тұр. Tina has lived in London for 10 years. Tina Лондонда 10 жыл болды тұрып атқаны. Қазір тұрып атыр, бұрын тұрды, жалпы 10 жыл болды. Has lived, past participle. Сол AD-мен бітіп тұр. Өйткені ол дұрыс етістік. B етістігі ол дейтін білесіздер, is, a, o дегеннен тұрады. Was деген де бар ішінде, мұнда жазбаған екен. Has been, соларға қосылған past participle. 21-ші, 22-ші юнитті. Осы is, a, o, has been дегендерге past participle қосылу. The rooms are cleaned every day. Бөлмелер күн сайын тазартылады. These rooms are cleaned every day. Бұл бөлмелер күн сайын тазартылады дейді. My car has been repaired. Менің машинам ремонтталды. Кім ремонттаған белгісіз? My car has been repaired. Яғни қазір ремонтталды, қазір машинам жүріп тұр. Енді irregular verbs-ті қарайық. Бұрыс етістік, бұл кішкене қиындау. Бірақ бұл сабаққа кірместен алдын мен сіздерге айтайын, мен Telegram каналымда жабық канал бар. Сол каналда осы сабақтарға қатысты паттерн жазып жатырмын. Яғни паттерн не екенін білгілеріңіз келсе, олмен қалай жұмыс жасау керек екенін білгілеріңіз келсе, онда осы видеоның астында Telegram және WhatsApp каналым болады. Соған кіріп жазсаңыздар, мен сіздерді бір неге тіркеймін каналға.
сол каналда паттерн не екенін, онымен қалай жұмыс жасау керек екенін барлығы түсінікті болады. Тіпті сіздерге сондай паттерн беремін. Сол паттернді бір 20-25 минут уақыт өткізумен, сол нәрсемен жұмыс жасаумен ағылшын тілінің кәдімгі күрделі 3 грамматикасын үйреніп шыға аласыздар, иншалла. Кімге қызықты болса, егер де сөйлеген сөздеріңізді автоматизмге апарғыларыңыз келсе, сол нөмерге жазсаңыздар, сіздерді сол каналға, яғни түсіндірме каналына тіркеп қоямын, иншалла. Енді сабаққа оралайық. Irregular verbs. Бұрыс етістіктер. The past simple and past participle of irregular verbs do not end in AD. Яғни past simple және past participle, яғни етістіктің екінші түрі, үшінші түрінде егерде бұрыс етістік болса, онда AD мен бітпейді. AD мен бітпейді, өзгеше болады. Мысалы, make деген етістікті алып көрейік. Make-тің міне past simple-да өзінің басқаша келген формасы бар, және past participle-да бұл неде, осы таблицада қандай етістікті келтірген, яғни екінші етістік пен үшінші етістігі бір-біріне ұқсас етістіктерді келтірген. Мысалы, make-тің екінші, яғни past simple-ы екінші түрі made, оның past participle үшінші түрі де made. Енді break-ті қарайтын болсақ, break. Оның past simple-ы екінші түрі етістігі broke, ал past participle үшінші түрі broken. Көрдіңіздер ме? Әртүрлі. Біріншісі break болып тұр, екіншісі broke болып тұр, үшіншісі broken болып тұр. Ал cut деген етістікте оның екіншісі past simple-да, үшіншісі past participle-да бірдей. Cut. Үшеуі бірдей. Sometimes the past simple and past participle are the same. For example, кейбір кезде жаңа жоғарыда айтып кеткендей, past simple мен past participle, яғни етістіктің екінші мен үшінші түрі бірдей дейді. Мысалы, make-тікі еске түсіреміз, made. Яғни past simple-да made, past participle-да made. Find-тікі found. 2 мен 3 бірдей. Found. Buy-дікі ол да 1 мен 2 мен 3 бірдей. Bought. Cut-тікі cut. Бірдей. Мысалдарды қарап көрейік. I made a cake yesterday. Past simple. Мен пирожный жасадым дейді кеше. Made. Енді үшінші түрмен past participle мен айтатын болсақ, яғни present perfect-та I have made some coffee. Мен бірнеше кофе жасадым. I have made. Яғни қазір результаты бар. Бірнеше кофе қазір мысалы қолында. I have made some coffee. Butter is made from milk. Май сүттен жасалады. Кім жасаушысы белгісіз болған passive present бұл. Butter is made from milk. Бұл ережелердің барлығы өткен сабақтарда болды. Неге I have made келіп тұр, неге butter is made келіп тұр. Егерде видеоға жаңа кіріп түсініксіз болып жатқан болса, бірінші сабақтан бастап өтсеңіздер және тіркеліп қойыңыздар. Sometimes the past simple and past participle are different. For example, қараңыздар, кейбір кезде past simple мен, яғни етістіктің екінші түрі мен үшінші түрі әртүрлі болады. Мысалы, break, екіншісі broke, үшіншісі broken. Know, екіншісі new, үшіншісі none. Begin, екіншісі began, үшіншісі began. Go-дікі went, үшіншісі gone. Енді мысалдарын қарап көрейік. Somebody broke this window last night. Біреу мына терезені алдыңғы түнде бұзды дейді, сындырды дейді. Somebody broke this window last night. Немесе somebody has broken this window. Біреу бұл терезені сындырды. Мысалға алдымызда сынық терезе тұр, результатты көрсетеді. Somebody has broken this window. Бұл present perfect'те келетін. This window was broken last night. Бұл деген passive. Бұл терезе өткен түні сындырылды дейді. Яғни кім сындырушысы белгісіз. Сонда broke, broken осылай сөйлемдер қолданады. Осымен біздің сабағымыз бітті. Тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Колокольчик басып қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Кішкене қолдау білдіртсеңіздер, бізге де мотивация болады. Ал тіркеліп үнемі қарап жүргендерге, сіздерге де алғысымды білдіремін. Бізбен бірге соңына дейін болыңыздар, иншалла.